Сәлеметсіздер ме? Adobe After Effects негіздері бейне сабақтар курсын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл сабақта біз қабаттардың түсін түзетуді қарастырамыз. Түс түзету, Color Correction түсті өзгерту, After Effects'тегі негізгі және көп қолданатын операциялардың бірі. Бейне жазбаның түсін түзету түпкі роликтің сапасын айтарлықтай жақсарта алады. Атап айтқанда, түс түзерту көмегімен бейне жазбаның немесе кескіннің сапасыз аппаратураны пайдаланудан туындаған кемшіліктерін түзетуге болады. Сондай-ақ суретті қабылдауға жағымды, неғұрлым жарқын және бояуға толы етіп көрсетуге болады. Бұдан басқа, түзету құралдарын пайдалана отырып, қажетті атмосфераны жеткізуге болады. After Effects материалдарының түсін түзертуге арналған, бояу қанықтығын, контрастты, ақ түстің балансын, тағы басқа өзгертуге мүмкіндік беретін әртүрлі құралдар ұсынады. Негізгі операцияларды қарастырайық. Композиция жасайық және кескін жүктейік. Кескін өлшемдері бар. Қосымша бабына келтіруінсіз композиция құру үшін кескінді Composition панеліне жылжытыңыз. Композицияны толық көшіру үшін масштаб менюінен Fit'ті таңдаңыз. Түске байланысты операциялардың барлығы командалық жол панеліндегі Effects Color Correction ендірмесінде орналасқан. Бұдан басқа, Effects менюін маустың оң жақ батырмасына басып, қабаттың өзінде шығарып алуға болады. Color Correction ендірмесінен Levels эффектін таңдаймыз. Таңдалып алынған эффект Projects панеліндегі жеке ендірме Effect Controls'те пайда болады. Сонымен қатар, бұл эффект келешекте қосылатындардың барлығы сияқты таңдалып алынған қабаттағы Timeline панелінде пайда болады. Эффект параметрлерін бабына келтіреміз. Red, Green және Blue параметрлерінің мәндерін өзгерте отырып, берілген кескіннің әртүрлі түс нұсқаларына қол жеткізуге болады. Green Input Black параметрін өзгертейік. Бұл ретте кескін мынадай түрге енеді. Басқа параметрді өзгертейік. Түстің керекті талаптарға сәйкес өзгеруін түсіну үшін кескін түсінің құрылымын қарастырайық. Кез келген сандық кескіннің RGB арнасы болады. RGB деген атауы арнаның қызыл, жасыл және көк үш түстен тұратындығын көрсетеді. Әртүрлі үйлесімде бұл үш түс кез келген басқа бір түс түзеді. RGB арнаның диапазоны 0-ден 255-ке дейін, ондағы 0 қара түсті, ал 255 ақ түсті білдіреді. Демек, 3-0 RGB комбинациясы кескінің қара түсін, ал 255 ақ түсін білдіреді. Басқа түстердің RGB түстерге тәуелділігін мынандай дөңгелек түрінде көрсетуге болады. Кескіннің көкшіл түсіне қол жеткіңіз келсе, Green арнасының мәндерін көкшіл түс жасыл түске қарама-қарсы орналасқан азайту қажет, немесе қызыл және көк арналардың мәнін бабына келтіре отырып қол жеткізуге болады. Сол сияқты көгілдір түске Red арнасының мәнін азайта отырып, ал сары түске Blue арнасының мәндерін азайта отырып қол жеткізуге болады. Levels Individual Control эффектіне оралайық. Red Input Black мәнін 255-ке тең етіп қойсақ, біз қызыл түсті азайтамыз, сондықтан сурет көк түске енеді. Егер бұл параметрді кішірейткен жағдайда қызыл түс күшейе түседі, кескін қызыл реңге енеді. Әртүрлі түске қол жеткізу үшін бабына келтірулермен эксперимент жасап көріңіз. Егер сіз белгілі бір түске қалай қол жеткізуді ұмытып қалған болсаңыз, еске салу ретінде түс шеңберін пайдаланыңыз. Эффектіні жояйық. Келесі эффект Curves түс түзетуді бабына келтіруге арналған. Оның Levels'тен айырмашылығы түсті редакциялау қисық сызығынан тұратын кесте екендігінде.
RGB арнасындағы қисық сызықтың мәні неғұрлым төмен болса, кескін соғұрлым күңгірт түсті болады, және керісінше. Қисық әртүрлі түрге енуі мүмкін. Бастапқы бабына келтірулерді қалпына келтіру үшін ресетке басыңыз. Curves Labels сияқты R, G және B және RGB арналарында жұмыс істеу мүмкіндігін береді. Бұл эффектіде де шеңбер тәртібі бар. Қисық сызықты төмен түсіру арқылы көк арнаны азайтамыз. Сол себепті кескін сары түске енеді. Кескінің жарқын болуы мен контраст үшін Brightness and Contrast эффекті жауап береді. Жарқындық параметрін өзгертеміз. Контраст параметрі контрастқа жауапты. Эффекттер таймлайн панелінде де бабына келтіруге болады. Түспен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін тағы бір эффект CC Color Offset. Бұл эффект Curves эффектісіне ұқсас, бірақ онымен салыстырғанда Color Offset эффекті түсінің мәнін қисық сызықтардың көмегімен емес, градустармен өлшейді. Hue Saturation кескіннің реңділігі мен бояуын қанық етуге мүмкіндік береді. Master Hue параметрінің көмегімен кескіндерді әртүрлі түстерге бояуға болады. Егер қанат белгісін Colores'ге қоятын болсақ, кескін бір реңге боялады. RGB арнасынан басқа кейбір кескіндердің кескіннің айқындығына жауап беретін альфа арнасы бар. BG және Smoke қабаттарын сөндірейік. Альфа арнаның бейнеленуін іске қосайық. Кескіндегі ақ бөлік айқын емес, қара айқын. Сондықтан фонды қабаттың үстіне ұшақты қабатты салатын болсақ, біз фонды альфа арнадағы ұшақты қабаттың қара кескіні бар жердің барлығынан көреміз. Альфа арнаның болуын сондай-ақ Toggle Transparency Grid таңбасының көмегімен тексеруге болады. Smoke қабатының да альфа арнасы бар. Егер кескінде альфа арна болмаса, оны таңдап алған кезде сіз ақ түсті, яғни толық айқын емес фонды көресіз. Егер біз BG қабатты басқа қабаттардың үстіне орнататын болсақ, онда біз ұшақ пен түтінді көрмейміз, себебі BG-де альфа арна жоқ. Альфа арнаның PNG, TIFF форматтары кескіндерді бейне жазба, MOV болуы мүмкін. JPEG форматының альфа арнасы жоқ.